Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазіргі кездегі еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан оқыту жүйесі заман талабы болып саналуда. Қашықтықтан оқыту бұл мұғалімнің біліктілігін көтереді, оқушының өз бетімен білім алуын қалыптастырады, ата-аналардың жаңа технологияға деген көзқарасын өзгертеді. Осы қалыптасқан үштік одақтың қандай жағдайда болмасын, әрқашан қасынан табылатын әрине психолог мамандар. Құрметті достар, бүгінгі таңда сіздердің нәзік жандарыңызға үлкен күш түсіп отыр. Осыған қарамастан әрқайсыларыңыз тынбай еңбек етіп жатырсыздар. Біз де аудан психологтары әрбір жанды тыңдап, естіп, әрқайсыларыңызға жүрек жылуын беруге әрдайым дайынбыз. Дорогие друзья, несмотря на самоизоляцию, давайте сохраним в себе позитив, жизнерадостность и душевное тепло. Қазақ халқы досының кез келген іске көмегі алғысын көмегін аямаған. Көмек көрсету, қол ұшын созу адамның жан дүниесін, жүрегін жылытады. Дәл осы сәтте бір-бірімізге көңіл бола білейік. Мен сіздерден қанша қашықта болсам да, сіздердің ықыластарыңыз бен кең жүректеріңіздің жылылығын әрқашан сезінемін. Сіздер өмірді сүйіп қана қоймай, өзге жанға өмірді сүюді үйретуден ешқашан жалыққан емессіздер. Желаю просто радоваться жизни и каждый день с улыбкой встречать. Уметь, не расставаясь с оптимизмом, любить, стремиться, верить и мечтать. Сәлеметсіздер мен қазақ елі. Біз бұрын ешқашан жаудан жеңілмеген батыр қазақ ұрпағымыз. Біз бұл қиын күндерден де аман есен өтеміз. Көңіл күйімізді түсірмей, денсаулығымызды сақтап, барлық сақтық шараларын ұстайық. Келе жатқан мейрамдарымыз құтты болсын. Біз сіздермен біргеміз. Ой-думан болып әр күні тілегімнің орындалсын бәрі. Кешкісі достар, өлімменен бөлісетін достар. Зор денсаулық беріп, таптамасын жоғар етіп. Орыс халқының арманын жетсе болып шетел аңсаған. Жақсы көңіл-күй жан шуағы. Құрметті қазақ елі, Қаратау ауданының психологтары сіздермен бірге. Жамандық көрмей жанымыз, айтылсын бірге.